Ассаламу алейкум достар. Бүгін біз сіздермен чизкейк Нью-Йорк дайындайтын боламыз. Біз ең алдымен печеньемізді блендерден өткізіп алдық. Енді үстіне ерітілген сары майымызды құйып жатырмыз. Мінекей мөлшеріне қарай печенье мен сары майды қосып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Мен сіздерге мөлшерін астына жазып кететін боламын. Сіздер де менімен бірге дайындап көріңіздер. Мінекей біздің қоспамыз дайын. Енді біз оны формамызға салып тегістейтін боламыз. Мінекей мен стаканмен тегістеп жатырмын. Сіздер де осындай бокалмен немесе осындай стаканмен тегістесеңіздер біркелкі болып шығады. Мінекей және де ыңғайлы, өте ыңғайлы болып шығады. Мінекей біз енді қоспасын дайындайтын боламыз. Бізге ол үшін творог, үстіне қант салдық. Енді үстіне сметанамызды, қаймағымызды салып, және де бір жұмыртқаны қосып, енді осы қоспамызды жақсылап араластырамыз. Мен блендермен араластырып жатырмын. Сіздер блендер болмаса, миксермен де араластырсаңыздар болады. Яғни біркелкі болып жақсы араласу қажет қоспамыз. Мінекей араластырып жатырмын. Сіздер де үйде жасап көріңіздер. Рецепті оңай, қолжетімді заттардан тұрады. Және де дәмі өте дәмді болып шығады. Мінекей біздің қоспамыз дайын. Енді біз осы дайын болған, мінекей дайын болды, үстіне салып біркелкі етіп тегістеп шығамыз. Мінекей үстін біркелкі етіп тегістеп шығамыз. Салып. Мінекей біздікі үстіне жайып жатырмыз. Енді үстін әдемілейтін боламыз. Сіздер де үйде оформление жасасаңыздар болады үстіне әдемілеп. Мен мұздатылған жеміс-жидекті пайдаланып жатырмын. Сіздер де үйде осындай жеміс-жидекпен немесе шоколадпен әдемілесеңіздер болады. Енді дайын. Енді біз 150-180 градуста духовкаға пісіріп аламыз. 30 минутта піседі. Мінекей біздің чизкейк Нью-Йоркымыз дайын. Сіздер де үйде жасап көріңіздер.